Таңғы сағат 7:45. Әлі мектеп іші тып-тыныш, бірақ мұғалімнің күні әлде қашан басталып кеткен. Ол жай ғана жұмысқа емес, балалардың болашағына қарай қадам басып келеді. Мектеп табалдырығын аттаған сәттен бастап ол тек пән мұғалім емес, ол психолог, тәрбиеші, кейде дос, кейде бағыт беруші. Бір оқушы қуанып келеді, бірі көңілсіз, бірі үй тапсырмасын орындамаған, бірі үйдегі мәселені жүрегіне түйіп келген. Мұғалім әр баланың көңілін, күйін көзінен таниды. Сабақты бастамас бұрын ол тек тақырыпты емес, сыныптың атмосферасын реттейді. Өйткені білім тыныштықта, сенім бар жерде ғана сіңеді. Күн бойы ондаған сұрақ, жүздеген сөз, түрлі мінез, түрлі эмоция. Бірақ мұғалімнің міндеті шаршағанын көрсетпеу үшін әр балаға үміт сыйлау. Кейде бір жылы сөз баланың тағдырын өзгертеді. Кейде мұғалімнің сенімі оқушының өзіне деген сенімінің бастамасы болады. Кешке қарай мектеп босайды, бірақ мұғалімнің ойы босамайды. Сол бала неге көңілсіз болды? Қалай көмектесемін? Сабағым түсінікті өтті ме деген сұрақтар оны әлі де ойландырады. Мұғалімнің бір күні жай ғана жұмыс күні емес, ол жүздеген жүрекке әсер ету мүмкіндігі. Өйткені мұғалім тек білім беруші емес, ол болашақ қалыптастырушы тұлға.